сіздерге Pinduoduo сайтынан келген товарларға распаковка жасайтын боламын. Ендеше товарымызды бастайық. Ең алдымен сіздерге осындай нәрестеге арналған киімдер көрсететін боламын. Осы жерде 90% туылған шақалаққа арналған киімдер. Қараңыздар, мен барлығының сапасының жақсы болып келгенін қалағандықтан қымбатырақ бағада заказ бердім. Қараңыздар, осындай качественный боди. Осыдан екі түсінен заказ бердім. Материал өте жақсы, және де баланың денесіне де өте жағымды. Осыдан тағы да бір түсінен болатын ашпай-ақ қояйын. Дәл осындай материалы да бәрі осындай, тек қана түсінен ғана айырмашылығы түсі осындай боқ сары цветте. Осылайына қоя берейін. Ендігі кезекте мамас папас деп аталатын брендтің бодиларын заказ берген болатынмын. Бұлар 3 в 1 болып жүреді. Яғни бір пакетте үшеуі сатылады. Бұның материал таза, хыбы, және де бұл жолған кезде оңбайды, созылмайды, және де тозбайды. Осы жерде мамас папас деп тұрады. Торговый центрларда, қателеспесем, магазиндері болуы керек. Негізінде все равно Pinduoduo сайтынан арзанырақ аласыздар. Дәл осындайдан 3 түсінен берген болатынмын. 3 түсі де бірдей размерде. Қараңыздар, осы жерде қолғабы бар. Баланың тырнағы мен бетін тырнамасы үшін арнайы осындай қолғап дайындаған болатын. Қолғап керек болмаса, былай өзі қайырылып тұрған. Мінекей қолы осы жерден шығып тұрады. Сіздер андық деп ойлаймын сіздерге. Екінші боди болатын болса, мынау үшінші түстегі боди. Негізінде қаншалықты бағасы қымбат болса, соншалықты киімнің сапасы жақсы келеді. Бұдан соң осындай гамаш тәріздес 2 ұштағын берген болатынмын. Осындай қазір енді қыс мезгілі таяп келе жатыр. Жаурап қалмас үшін осындай начосымен гамаш типа шалбар ма сондай. Бұдан да 2 штук берген болатындай. Мінекей, бұл екінші түсінен. Екеуі бірдей размерде, бірақ түсі 2 түрлі начосымен. Бұл 73 сантиметрдегі шақалаққа арналған. Мінекей, осындай 2 штан. Бұдан кейін осындай двойка заказ берген болатынбыз. Бұл да қыба, материалы қыба. Осындай слиппен, және де осындай аяғы бар штанмен жүреді. Бұл да бағасы қымбат, және де жақсы магазиннен. Симонис деген магазин атауынан алған болатынбыз. Осындай. Бұдан да 2 набор заказ берген болатынбыз. Қазір сіздерге 1 штугын көрсететін боламын. Тура осындай, мына екінші түсінен. Так, осындай 59 сантиметрдегі балаға болады размермен. Ашылғаны бар екен, ашылғаны көрсете салайын. Бұның барлығының материалдары өте жақсы, созылмайды, жуылған кезде де созылмайды, цветтері оңбайды. Мінекей, қараңыздар, тігісінің өзі өте жақсы сапада тігілген. Осындай слип. Егер сіздерге киімнің сапасы, түстері, материалдар ұнап жатса, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осыда 2 штук заказ берген болатынбыз. Мына екінші штугы.
келесі бізде қазір достар білесіздер заман дамыған осындай готовый пеленка. Бала туылған кезде өз қолынан аяғынан шошып қалмас үшін осындай баланы салып қазір перегородкалар бар ғой, бірінші тумада аналар баланы қалай орау керектігін білмей жатады. Қараңыздар, мына жерге баланы салып қоясыздар да ішіне. Осыны былайынан қойып, былай и былай қолын байлап тастайсыздар. Сол кезде бала шошымай, тыныш ұйықтайды. Дәл осындай готовый пеленкадан 2 штук заказ бергенбіз. Келесіде бізде носки. Бұл носкидің де бағасы қымбат. Қателеспесем, 1 штук носкидің өзі 600-700 теңге. Енді бұлда бағасына қарай сапасы мінекей колготкемен кигізгенде колготки сырқып кетпес үшін осындай кішкене голфи сияқты осындырақ астында осындай жазуы бар. Маған живой барлығының материалы, сапасы ұнап жатыр. Осындайдан 3 түсте носки заказ берген болатынмын. Мінекей осындай 3 түсте. Келесі бізде осындай шапкалар. Бұлардың да сапасы өте жақсы. Келесі осындай мусли материалда пеленка 1 штук заказ бергенмін. Бұның да сапасы өте жақсы болып келді. Мінекей ұзындығының өзі осындай. Достар, сіздер де мен секілді жақсы сапада, жақсы качествода товарлар заказ бергілеріңіз келсе, менің YouTube каналымда дайын пиндодо сабағының отидо видеолары бар, қарап алсаңыздар болады. Бұдан бөлекте көптеген достық қосқаларды көргенмін YouTube каналымда бар. Кстати, достар, одан бөлек YouTube каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецепттері бар. Енді жоғалтылмас үшін YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Көбісі менің YouTube каналыма тіркелмей, рецепттермен видеоларымды қарайды екен, олай болмайды. YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі бізде тағы да Мамас Папас деп аталатын брендтің слепін алғанмын. Мұны да көрсетейін. Біреуін ашып көрсетейін. Қараңыздар, достар, бұның сапасын айта алмаймын бар ғой. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өте жоғары сапада. Енді сіздерге өтірік сөйлеп өзіме шын емес, қалай бар, солай айтып жатырмын. Қараңыздар, бұл екінші слипі. 5 в одном, яғни 5-еуі біреуінде дейді. 5 штугы бір пакетпен келеді. Мынау үшінші түрі. Келесі бұл 4-ші түсінде. Барлығы бір размерде, бірақ әртүрлі түсте. Негізі мен өзіме алатын болсам, барынша товардың қымбаттылығы бағасы маңызды, өйткені товар қаншалықты қымбатырақ болса, демек ол товардың сапасы соншалықты мықты болып келеді деген сөз. Оның барлығын кейінірек жинаймын. Сіздерге жалықтырмас үшін барлығын көрсетіп тастаймын. Ой, қалайша. Келесі бізде осындай муслим материалда. Адиал. Іші осындай начосымен. Мінекей, қандай күшті, прям балаңыз. Если сіз осындай пеленка заказ беретін болсаңыз, то есть адиал. Балаңыз рахаттана, рахмет айтып жамылатын болады. Бұны да 1 жасқа дейін, немесе 1,5-2 жасқа дейін қолына бересіздер. Оны да қойып қойайын. Келесі бізде осындай штандар. Колготки ғой. Бұның да бағасы қымбат. Мінекей. Қараңыздар, достар, қандай күшті. Қолға да өте жағымды. Білесіздер, баланың терісі үлкен ересек адамға қарағанда қаншама есе жұқа болып келеді. Сондықтан да барынша сапасына, материалына көңіл бөліңіздер. Так, келесі бізде осындай боди шапкасымен бірге. Бұл өте қызық,
тіпті мультиктегі бір кейіпкердің киіміне ұқсайды, бірақ материалы өте күшті. Осындай шапкасының өзі қандай сүйкімді. Мінекей достар, барлық әйел баласына ана болуды тілеймін. Негізінде бұл менің карантиніне арналған заказдар болатын. Осындай 4 түрлі түсте жылы пеленкалар заказ берген болатынбыз. Сіздерге біреуін ашып көрсетейін. Бұлар жуылған кезде созылмайды, оңбайды, тозбайды. Қанша 5-6 балаңызға дейін жетеді деп айтайыншы. Если өзіңіз қырқып жыртпасаңыз, іші осындай теплый, жылы. Так, біреу, екеу, так, үшеу и төртеу. Осындай. Бізде распаковканың бітуіне таяп қалды. Баланың киімдерін бітті. Енді бұл әйелдерге арналған осындай муслим материалда пижама. Бұл да аса қымбат емес негізі. Где-то 3,5 сондай шығар. И мынау двойка. Бұл роддомның ішінде бала емізгенге арналған жылы пижама. Қараңыздар, мынау шалбары. И білесіздер, екіқабат келіншектерге отек болады. Осындаймен тартып размер туралап алсаңыздар болады. Осындай, бұның да материал өте жақсы. Ал мынау үсті. Қараңыздар, бұл емізуге арналған. Жерінде түймесі бар. Емізетін кезде осындай түймесін ашып емізе бересіздер. Бұның да бағасы әжептәуір, материалы да жақсы. Ең соңғы распаковка. Бұл менің өзіме арналған Кенди Кеннидің сумкасы. Қараңыздар, упаковкасының өзінің қандай качествода екені білініп тұр. Ашайын. Та-да! Мінекей, жеткенім мен алдым. Осы Пиндоудың сайтынан сумка алған болатын, бірақ ол сумка өзіме дәу болды. И тамағына ауыр болды, неудобно былай жатқанда. Қазір осы сумка білесіздер, трендте екенін. И ішінде осындай замоғы бар. Осындай кілтімен, мынандай ремешокмен жүреді. Ашып көрсете салайын, ақыры распаковка жасап жатырмын ғой. Мынандай өзінің темірлерінің өзі де алтын тістек. Мінекей. Қараңыздар, қандай күшті, өте әдемі. Астыда осындай тастармен жүреді. Достар, егер де сіздерге распаковка ұнаған болса, лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Және де мен описание бөліміне Пиндоудо курсының басынан аяғына дейін түсіндірілген видеоларын салатын боламын. Одан бөлек басқа да распаковкаларымды қараңыздар. Сіздер де мен секілді жақсы сапада осындай Пиндоудо сайтынан товар заказ бергілеріңіз келсе, менің сабақтарымды міндетті түрде қараңыздар. Менің YouTube каналым өте пайдалы ақпараттарға толы. Мені жоғалтып алмас үшін YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Сау болыңыздар.